Келесі айдан елімізде медицина қызметкерлерінің мерекесі. Осы ақылатты абзал жандардың кәсіби мерекесіне орай Аманат партиясы Елорда төрінде биыл екінші рет дәрігер талқ саттам диалог алаңын өткізеді. Бүгін партия жанындағы білім мен денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі аймақтық кеңес отырысында осы атаулы іс-шараға өңірден баратын дәрігерлерді іріктеу мәселесі талқыланды. Дәрігер талқ диалог алаңынан дәрігерлер мен медицина саласының өзге де өкілдеріне денсаулық сақтау жүйесін дамыту бойынша ой пікір, тәжірибе және нақты ұсыныстармен еркін бөлісуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, өңірден 11 медицина саласының өкілі ұсыныс беріпті. Сондай-ақ Жамбыл жоғары медициналық колледжінің 2 студенті де ниет білдірген. Олардың барлығы дерлік медициналық көмек көрсету саласында қызмет етіп жүріп, жұмысында орын алған оқиғасы бар медицина қызметкерлері кеңес мүшелерінің арнайы ортақ шешіммен комиссия құрылды. Олар алдағы уақытта ниет білдірген дәрігерлермен тікелей жүздесіп, лайықты деген 2 үміткерді Елордаға жібереді. Бұл жерде енді мысалға өзінің бір позитивті кейсімен бөлісе алатындай маман болу керек. Дәрігер болу міндет емес, фельдшер болса да болады, олардың да жұмыстары күрделі. Медбике болса болады. Осы мәселе бойынша біз ұсыныс тастаған болатынбыз. Енді алынған ұсыныс кандидаттардың бағанағы құжаттары бойынша біз келесі аптаға отырысты жоспарлап, сол сіздермен бөлісіп көрсек деп едік.